Саламатсыңдар ма балалар? Қай сыныпта, қай мектепте оқисыңдар өздерің? Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектепте 8-ші А сыныбында оқимыз. Аты жөндерің? Рахымжан Алтынбек. Тушаева хан. Сәкеннің туған жері, туған жылы, Сәкен кім екенін білеміз бе? Білеміз. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы 15 қазанда дүниеге келген. Оның туған жері Шет ауданы, Қарағанды облысында. Ол кім? Сәкен кім? Ақын, жазушы, қоғам қайраткері. Қоғам қайраткері. Драматург. Жақсы. Оның ата-анасы, отбасы жайлы білеміз бе? Анасы Жамал, әкесі Сайфолла. Ал шын аты Сәдуақас. Аты? Әйелінің аты Гүлбархам, жұбайының аты. Жарайсыңдар балалар. Аты жөніңді айтып жүрші. Қожам Құлбалнұр. Қай сыныпта оқисың? 8-гі. 8-ші Г сыныбында оқисың. Сәкен Сейфуллиннің туған жерін, туған жылын білесің бе? Иә. Сәкен Сейфуллин шын аты Сәдуақас. Ол 1894 жылы Қарағанды облысы Шет ауданында дүниеге келген. Қандай шығармаларын білесің? Оның Асыл тұлпар, домбыра, тағы да басқа Ақсақ киік деген секілді. Өзің жаттаған шығармасынан үзінді айтып бере аласың ба? Иә, Ақсақ киік. Арқаның бетбақ деген даласы бар, бетбақ шөл, ойлы қырлы панасы бар. Сол шөлде ел жоқ, күн жоқ өсіп өнген, жәндіктің киік деген баласы бар. Жақсы, рахмет. Сәлематсың ба? Аты жөнің? Аты жөнім Ережеп Айша. Қай сыныпта оқисың? 8-гі. Сәкен Сейфуллин туралы білеміз бе? Иә. Иә, білеміз, иә. Сәкеннің шығармаларын, Сәкен өмірі туралы зерттеулерді кім жүргізген? Тұрсынбек Кәкішев, Сәбит Мұқанов, Нұртази, Тәжібаев, Қарабаев және тағы да басқа тұлғалар Сәкен шығармаларын зерттеген. Және Сәкен тілімен айналысады. Жақсы, рахмет. Сәлематсың ба? Саламатсыз ба? Сәкен Сейфуллиннің қандай поэмаларын білесің? Сәкен Сейфуллиннің Қызыл ат, Аққудың айырылуы поэмаларын білемін. Жақсы, рахмет. Сәлематсыңдар ма? Саламатсыз. Сәкен Сейфуллиннің шығармаларын білеміз бе? Иә, білеміз. Иә, білеміз, иә. Онда Сәкен Сейфуллиннің алғашқы өлеңдер жинағы қалай аталды және қай жылы қай қалада шықты? Сәкен Сейфуллиннің алғашқы өлеңдер жинағы өткен күндер деп аталды. Ол 1914 жылы Қазан қаласында жарық көрді. Жарайсың, жақсы. Ал енді Сәкен Сейфуллиннің мемуарлық романы бар. Ол қалай аталады? Тас жол тайғақ кешу. Жарайсыңдар, жақсы.